Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен жіп түстерін ауыстырып тоқудың екінші тәсілін көрсетемін. Видеоға лайк басып, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар. Ана тіліміздегі YouTube каналдарымызды өркендетуіне атсалысайық. Әртүрлі жіптерден жолақтар жасап, жіптердің қосылатын жерлері біркелкі шығу жолдарын үйренеміз. Міне мынау көк жіпті біркелкі тоқып алып, мына жерде соединительный петляға қостық. Енді осы көк түстің үстінен басқа түсті алып, тоқығанда да осындай бір қалыпты кету керек. Кей кездері тоқыма барысында жіптердің қосылған жерлері бір-бірінен биік, бір-бірінен төмендеп қалысып тұрады. Ол үшін енді мына тәсіл жасаймыз. Мынау соединительный петлядан кейін үшінші тор көзге сары жіп. Жаңа қосқан жібіміз біркелкі болып көрінбей, кейінірек соңғы жағына қарай тоқи бастағанда көрінеді. Ешқандай озып кетпейді, қалып қоймайды, бір тегіс болып, жолақ болып шығады. Оны кәдімгі жай өзіміздің тоқымамен тоқи береміз енді. Мінекей. Қазір соңына дейін тоқып, әр тор көзден алып отырамыз. Осыны мына айналдырып, мына пинетканың табаны болған, соның жандарын созып жасағамыз. Енді үстінен соларды тоқып аламыз сары жіппен. Бір жолақ жүргіземіз. Мінекей аяғына дейін жүргіздік. Қазір сары жіптің үстінің өзінен тағы да басқа жіпті қосып, тоқып жібереміз. Ана жерде соединительный петлямен тағы да қосамыз. Мінекей сары жіптеріміз әдемі болып, біркелкі болып шығып келді. Айналдырып келгенде сары жіппен қайттан қосамыз. Жаңағы алдында үш жіппен кері қарай, үш тордың ішінен кері қарай тоқып алған едік қой. Сол мінекей енді ешқандай кедір-бұдыр емес, бәрі бірден көрініп тұрады. Бір тегіс болып тоқылып тұрады. Ана мінекей мына жақтағы торды алып, бір жіп көтеріп алдық.
мына шығып кетпесін деп жоғары көтеріп тұрмын. Қазір екінші жіпті қосқан кезде тағы да 3 тор көзден басқа түсті аламыз. Басқа жіпті, көк жіпті қайттан алайық. Мына көк жіпті алып жалғастырып қосамыз. Ол үшін екеумді теп-тегіс болып шықты. Бұл тәсілмен істемегенде жаңағы бірінің үстіне бірі шығып, сатыланып сөйтіп тұратын болатын еді. Мінекей ана жаңағы алдындағы қалған көк жібіміз бар. Сол көк жіпті қазір алып жалғастырып тоқимыз. Мына жіпті қолыма алып отқаны шығып кетпесін деп отырмын. Қайттан көтеріп жүрсек, баған болып шығады ғой. Көтереміз. Көтермей тұрып, әзірге өстіп өзіміз шығып кетпесін деп ұстап отырғанымыз саусағыма салып. Мінекей көк жіпті аламыз. Енді жаңағы мына соединительный петлядан 3 жіпті кері қарай 3 тор көзден 3-ші тор көзге салып аламыз. Сол кезде білінбей кетеді қосқан жеріміз. Ал дәл ана соединитель петляның үстінен қоссақ, ол кезде ол сатыланып жоғары шығып кетеді. Сол кезде біркелкі болмай қалады тоқымаларымыз. Мінекей тартып алдық. Бір жіпті көтереміз тағы. Осылай. Сосын жалғастырып, мына тор көздерге тоқи бастаймыз. Жаңағы соединительный петляға келген кезде мына сары жіптің қазір қосып аламыз қайттан. Екінші мына үшінші баған. Мына бағанында соединительный петляны сары жібіміз ғой. Қайттан тартып бір баған ғой, өзі сол бір баған қылып тартамыз. Өзінің қалпына келтіріп, бағана шығып кетпесін деп қойған нәрсеміз. Оны тартпасаңыздар да болады. Маған өзі тартып, қорқпай отырам, шығып кетпейді деп. Енді мына екі бағандардың қабырғаларынан өткіземіз. Сары жіпті қосып тоқып жібереміз. Сары жіпті төменгі жағынан тартамыз. Сол кезде ана жерде көк жіптер қалады. Сары жіп астына кетіп қалады. Астыңғы қатардағы жолақтың өзіне түседі. Тартыңқырап қою керек оны. Енді көк жіппен әр торды тоқимыз, айналдырып. Бұл екінші жолақымыз болып тұрады. Бұл екінші тәсілмен жасап жатқанбыз. Осыған дейінгі видеода басқа бір тәсілмен істегенбіз. Енді кім қалай үйренеді, қандай тәсіл ұнайды, соған қарай істесеңіздер де болады. Ал мынау тәсіл негізі үлкен бұйымдарға онша жарай қоймайды. Себебі кофтама, көрінетін юбка, бірдеңелер болатын болса, астыңғы жағы онша болмайды. Негізі бұл мына осы тәсілмен ойыншықтар, кішкене ойыншықтар, ішіне мақтасап жүретін, флизелин, ішіне бірдеңелер салып ойыншықтарға жарайды көбінесе. Куклалар, солардың бастарын бірдеңеге істегенде өстіп жіптер біркелкі шығу үшін осындай тәсілмен жасайды. Себебі қазір соңғы жағында көрсетем, ішіндегі жіптер қатты көрініп тұрады. Мына үлгі болғасын істеп жатырмын. Үлкен жіптерге, үлкен бұйымдардың бәріне негізі алдындағы осыған дейінгі түсірілген видеодағы тәсіл жақсы келеді. Қосылған жерлерде көрінбейді, олардың бәрі жақсы болып тұрады. Мынаның бір қиындау жері жаңағы кішкентай заттарға арналған, ішін орап қойып сөйтетіндерге. Енді мынаны соединительный петляны қосамыз. Мына бір көк бағанағы жоғары көтерген петлямыз. Енді соединительный петлямен қосамыз.
Мінекей, енді қарасаңыз, жолақ білінбейді қай жерде қосқанымыз. Жаңа үшеуін кері қарай алып кетіп істедік қой. Міне осындай тәсіл де өте жақсы болады. Мінекей тоқылған жерлеріміз, жіптер, жолақтары әп-әдемі көрініп тұр. Осы тәсілде жап-жақсы болып шығады. Енді осының үстіне бірінен соң біріне қажет болса тағы да жолақтар жүргізуге болады. Бұлай қарап тұрсаңыздар, ешқандай жоғары шығып кеткен жоқ, төмен шығып кеткен жоқ. Жаңағы жасаған арт жағынан кері қарай үш петляға салып істеген жеріміз біркелкі болып шығып жатыр. Жаңағы айтқан нәрселерім мынау кішкентай заттарға жақсы. Анау қарап отырсаңыз, ана бір көк жіпті бүйтіп жалғадық қой, сол кезде андайғы жаман болып көрініп тұрады. Жаңағы айтқандай куклалардың бастары, қолдары, кішкентай заттар болады, соның ішінде қалып қалады да, мынау ішіне көрінбей қалады. Ал бұл үлкен заттарда көрініп біртүрлі болып қалады. Сондықтан мүмкін болса бұл тәсілді сол ойыншық жасағанға, шарик жасағанға, кейбір гүлдерді жасағанға, сондайларға ыңғайлы. Жаңа айтып өткендей, ол мынадай ішкі жақтары көрініп тұратын нәрседе істеген онша емес.